Ноғай халк ертеңгісі, тыңлаусыз қыз. Қолықтан қайтып келгенде Айсе тек отырып еламады. Бұзау анасын емген, қазлар аулаға кіріп, егінлерді әлеклегеннер. Қызы Написаттың олардан еш бір қайғысы да жоқ еді. Қаршығада өзінің қимаслармен әйт деп қоршақ ойнайды. Оны көріп Айсе күйгөлеклейді. Сапатақтай болып, сау күнді балаларға басыңды айландыртасың. Написат болса, алдында ятып тұрған собалақтан көзін алмай, анасының сөзлерін құлағына да аспайды. Оны сезіп, Айсе тағы да бек қызуланады. Сен менің айтқан сөзімді тыңламай, неге аузыңды ашып тұрасыңды? Неге тыңламайым? Тыңлаймын мама, дейді Написат, қарасын иттен анасына көшіріп. Барақ 5 шыбынды қапты, дейді қызы анасына.